Қорапта неше доп көріп тұрсың? Дұрыс. Қорапта 5 доп бар. Ал енді санап көр. Неше доп болды? Дұрыс айтасың. Қорапта 6 доп болды. Ал ендеше 6 цифрын оқып үйренейік. Бұл 6 цифры. 6 санын алу үшін 5-ке 1-ді қосамыз. Сандық сәуледе 6 5-тен кейін орналасады. Ал енді 6 санының құрамымен таныс болайық. 6 бұл 5 пен 1-дің қосындысынан тұрады. 4 пен 2-нің қосындысынан тұрады. Немесе 3 пен 3-дің қосындысы да 6-ға тең болады. Енді қосылғыштарын орнына ауыстырғанда қосындының мәні өзгермейді. Демек, 2 мен 4 те тең болады 6-ға. 1 мен 5 те тең болады 6-ға. Енді 6 цифрын жазып үйренейік. 6 цифрын жазу үшін тордың оң жақ бұрышынан сәл төменірек нүкте қоямыз. Нүктеден жоғары қарай көлбе орналасқан жарты сопақшаны және тордың төменгі қабырғасының ортасы арқылы өтетін екінші сопақшаны жазамыз. Дәптеріңе 6 цифрын әдемі бастырып жаз. Тақырып түсінікті болса, лүпіл басып, пікір жаза кет.